Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Нұрлан Қаламов. Бүгін біз террария ойынын ойнайтын боламыз. Лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, егер сіздер террария күткен болсаңыздар. Білмеймін, сіздер білесіздер ме бұл ойынды, бірақ бұл ойын баяғыда шыққан болатын. Бұл ойын Майнкрафт сияқты ойын. Бұл ойында выживание. Мен осы ойнағым келіп кетті. Осы ойынды көп болды ойнамағаныма. Баяғыда ойнадым осы 2-3 жыл бұрын. Және де осы есіме түсіп кетті террария туралы, ойлап қалдым, неге видеоға түсірмес пе террарияны. Енді видеоға түсірейін деп ойлап жатырмын. Көріп тұрғаныңыздай, қазір один игрокты бастаймыз, новый бірден бастаймыз. Волосы дейді. Давайте шашымызды таңдайық. Ұнаса лайктарыңызды басыңыздар. Ұнаса көп түсіруге тырысамын. Қара глаза кожа дейді. Кожаны өзіміздің түсіміз қылдырайық. Біздің түсіміз қандай ал? Біздің түсіміз мен қандай? Мен ақпын ғой да. Ну там қаттағы емеспін, бірақ орташамын ғой. Енді осындай болсыншы, жақсы. Одежда дейді, одежда. Брюки дейді. Да. Обувь дейді. Давайте қара болсын. В принципе, мейлі қандай болса да. Так, опа. Давайте черный болсын, давайте. Рубашка да черный болсын, да. Весь такой черный адам бойық. Или ақ болсын ба? Давайте ақ болсын. Мынағандай қызық шықты. Енді мужчина я. Тык. Давайте создать, давайте. Атымызды енді басқаша кім дейміз? Енді Нұрлан деп қойық. Все, подтвердить. Ал біз мәш, тоқта. Осыны низкая дейді, мәш. Короче, осымен новый мир создать етеміз қазір. Сразу большой мир создать етеміз. Мирдің атын не деп қойсам болады? Мамиль даже, в принципе. Нұрлан Ворлд десем слишком банально от сияқты. Давайте бүйтіп қойық. Блин. Менде даже миыма дым келмей жатыр, прикиньте. Осылай бат біздің мейіріміз. Все, болды. Енді күтеміз, достар, қазір біздің мейіріміз жасалғанын күтеміз. Көріп тұрғаныңыздай біршама обновление жүріпті. Мен байқамаппын. Вообще террарияда мұндай обновлениялар жүрген. Мен баяғы версияларын ойнадым. Көп болды ойнамағаным, шын айтайын. Баяғыда ойнадым 1 жыл бұрын ба, 1-2 жыл бұрын ойнадым мен осы ойынды. Қазір уже 2017 жылғы обновление. 2018 жыл білмеймін, шықпаған сияқты обновлениялар. Мен ойламандыр мен білмеймін, мен последняя версия ма, соңғы версия ма, соңғы версия емес пе, бірақ 2017 жыл деп тұр. Меніңше жаңа версиясы сияқты, соңғы версия сияқты мен ойымша. Сол үшін ойнап көреміз. Менде ешқандай мод ішіне тұрған жоқ. Сол террарияның өзі ешқандай модсыз выживание просто. Ойнап көреміз енді. Сіздерге ұнаса айтқанымыздай лайктарыңызды басыңыздар, қолданыңыздар. Егер де сіздерге ұнаса, онда түсіре беремін, жалғастыра беремін. Маған өзіме де қызық болып тұр террария. Осындай ойындар ұнайды, выживание, асықпай ойнайтын ойындар. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Күтейік, загрузкасы ұзақ енді. Давайте бүйтейік, сіздерге нарезка жасайын. Қараңыздар, мен бітем ғой, сразу болады бәрі уже. Көріңіздер ғой, достар, бір бүйтіп едім, сразу атып шықтық. Мен көріп түсіндір ғой, мен дейтін просто фокусникпін монтаждармен. Сіздер көп күтпесін деп сразу кесіп тастаймын енді осылай. Қазір енді резко давайте ағаш естеп бастайық. Ағаш керек бат бізге. Қандай үлкен ағаштар, ё-моё. Қараш, обновление жүріпті ғой, мен байқамаппын, вообще мынандай обновление бар екенін білмеймін ал. Ойын біршама өзгеріпті, достар. Мен байқаған жоқ мындай өзгерістер. Көп болды ойнамағаныма, сол үшін қазір сіздермен бірге бәрін түсінуге тырысамын. Былай мен ойнап білемін негізінде ойынды, қалай ойнау керек екен. Сол себепті ондай қиын болмайтын деп ойлаймын, қиын болмайтын шығар деп ойлаймын. Міне гид жүр, біздің қасымызда досымыз жүр.
Қазір көреміз кім оның аты екен. Кайл дейді, аты Кайл дейді. Ал Кайл сенің маған дым көмегін жоқ, енді бір жаманы. Просто отырасың жүріп, мен үй жақсы ал. Өзіміз қазір ағаш тауайық. Ағаштарды да ұзын екен мына жерде. Жақсы болды. Мен жақсы жерден шықтым, достар. Ағаштар көп жерден шықтым. Көріп тұрғаныңызда, достар, егер де бірінші рет көріп тұрсаңыздар, бұл ойын как Майнкрафт сияқты. Мұнда ағаш табу керек, ағаш алу керек, және де үй салу керек. Короче, выживать керек бір сөзбен. Бірақ бұл ойын 2D көріп тұрғаныңыздай. Мұнда 3D жоқ. То есть сіздер дейтін андай от первого лица ойнай алмайсыздар. Просто былай жанынан ойнайсыздар өйстіп. Бір жаманына. Юан атама не? Юан ататын болыпты ғой кәдімгідей. Мен дым істей алмайтын борды өлесем, мына арқам аталады екен ғой қазір. Базар жоқ. Гидтардың көмегі шығыпты ғой кішкене әйтеуір. Андай аталатын болса күшті ғой онда. Базар жоқ, террария дамып кетті кішкене. Дамып кетті дегенде де кішкене новый заттар қосқан көрініп тұр. Жалпы қызық ойын негізінде. Сіздер егер де ойнағыларың келсе жазып алыңдар интернеттен. Мен енді білмеймін ссылкасы қайда екен. Бірақ Google-ға террария скачать десеңіздер тауып алуға болатын шығар. Меніңше ол қатты қиын емес бұл ойынды жазып алу. Бұл ойын көп қатты мегабайтты алмайды. Сіздерге даже жақсы компьютерде керек емес бұны ойнау үшін. Мысалы Майнкрафт ол оңай ойын, жеңіл ойын болғанмен, бірақ сонда да ол кішкене алады. То есть типа сіздер оны ойнау үшін сіздерге кішкене осы нормальный компьютер керек бұл. Мұнда бәрі жақсы. Мұнда мен спокойно ойнай аламын, қиналмай, сіздерге видео записать деді. Бандикам қуып кетпейтін шығар деп ойлаймын. Енді қазір түсірмей қалып, бәрі түсіретін шығар деп ойлаймын. Түсірмей қалса енді өкінішті болады. Бірақ бәрі түсіретін шығар деп ойлаймын. Өйткені менде бандикам кішкене шаятыны бар. Сол жаман енді бір жаманы. Содан қорқасын арасында видео түсіріп жатырмын. Мына жерде бірдеңелер свинцовая руда дейді ғой. Білмеймін, керек бола ма бізге, бірақ керек сияқты ғой. Ого, достижение получено, блестяшка дейді. Қараңыздар, күшті заттар шыққан, астында жазулар, бірдеңелер шығатын болыпты. Таңғалып қалдым, бірдеңелер өзгеріпті, әйтеуір соны қуанып тұрғаным. Мен соған қарағанда мен жақсы версиясын жазып алыппын, самый жаңа версиясын. Қазір енді түн болмай тұрғанда давайте үй салуға тырысайық. Бізде бір шама ағаш бар сияқты уже да. Тағы да ағашта жинауға тырысайық, онда керек болатын шығар бізге. Так. Түнде мұнда Майнкрафттағыдай сияқты зомбилар бар. Бірақ мына ойын ешқандай Майнкрафттың плагиат емес. Өйткені мына ойында тоже сол Майнкрафт кездерде шыққан. Білмеймін, Майнкрафттан бірінші шықты ма, Майнкрафттан кейін шықты ма, бірақ сол уақыттарда шықты әйтеуір. Екеуі бірге хайп болды. Майнкрафтта, террарияда екеуі бірдей хайп болды. Бірақ Майнкрафттың хайпы, конечно, көп болды. Енді Майнкрафтты көп адам ойнады, потому что террарияда все-таки 2D болғасын ғой да. Осы террария енді возможностьтар мұнда аз, конечно, Майнкрафтқа қарағанда. Бірақ сонда да ойын өзі қызық енді. Көп адамдар бар бұл ойынға летсплей түсіргендер. Бірақ қазақша да бар сияқты түсіргендер. Білмеймін, мен көрген жоқпын өзім негізінде қазақша террарияға түсіргендерді. Сол себепті негізі ол үшін де емес, даже мен просто өзім түсіргім келіп кетті. Ойнағым келіп кетті террария. Сіздерге ұнайтын шығар деп ойлаймын. Иә, қолдап тұрыңыздар. Анау жақсы ойындар, жаңа ойындарға жақсы қараңдар. Каналда Майнкрафтта бәрі болады. Уайымдамаңдар, ештеңе кетіп отқан жоқ каналдан. Тек қана бәрі жақсы болып жатыр. Жаңа ойындарда түсіреміз, Майнкрафтта да түсіреміз, бәрін түсіреміз, короче, достар. Ал давайте на оловянная руда дегенді жинап алайық. Бүгіндікке бірінші серияда кішкене азырақ түсіретін болармын қазір. Өйткені бүгінгі серияда тек қана үй саламыз. Қазір көреміз, қазір үй саламыз. До конца сала алмайтын шығармыз даже. Короче, бізде бір шама ағаш жиналды уже, достар. Кайл қайда айтпақшы, үйімізді кішкене жақын салайықшы Кайлға. Кайлда тоже бізге көмегі керек сияқты. Көмегі бар ғой енді. Біз көріп тұрғанымыздай, ол садақ батады. Сол себепті Кайлдан алыс кетпейікші. Кайл бізге керек болатын шығар деп ойлаймын. Мына жерде еще жақсы жер, в принципе, да. Былай қарасаңыздар, тіке жер, так что былай мына жерге үй салып алған дұрыс сияқты, меніңше негізінде. Осы жерге үй салып алған дұрыс сияқты. Жері тегіс дегеніміздей осы жерге салған ыңғайлы деп ойлаймын. Так что давайте осы жерге сала берейік үйімізді. 4 таңдаймыз да, давайте сала берейік. Ойнай алмасаңыздар бұл ойынды, достар, онда
мен ойнағаныма қарап үйренулеріне болады. Егер сіздер вообще террария таныс болмасаңыздар, егер де сіздер менің подписчигімсіздер, просто қызық үшін қарап жатсаңдар бұл роликті, онда енді конечно қызық енді, иә. Ойынды ойнап көріңіздер енді. Ойнап қараңыздар, бір рет болсын. Шын айтайын, қызық ойын. Сосын может быть менің видеомды қарап бастарсыздар қызығып. А то ойнамаған адамға бұл қызық болмайды деп ойлаймын енді. Бір жағынан может қызықтар шығар, білмеймін ал. Точно білмеймін ал. Ал давайте, неге алып тастап жатыр деп ойлайсыздар ма? Қазір есік салайын деп жатырмын просто. Қазір. Так, қалай жасайтын еді? Опа, бүйтеміз. Мен есіме алып жатырмын. Опа, есік жасаймыз енді. Опа. Юма, реально бір шама обновление жүріп то, достар. Мынандай фигнялар пайда болыпты кәдімгідей. Маған ұнап тұр террария, что-то реально обновлениялар жақсы екен. Пажиқ. Қызық болып шығыпты Майнкрафт үшін. Ой, блин, программаны. Достар, көріп тұрған жоқсыздар ғой да? Бір программа шыға береді менде. Бүгін бірден жазып алып едім, соның кейсінен енді программа шыға береді. Так, достар, жалғастыра береміз. Иә, менде кішкене веб-камера ауысып кетті. Көріп тұрғаныңызда енді мен жаңға кетіп қалдым мына жаққа. Мен ойымша осылай тұрған ыңғайлы ойлаймын террарияға. Және де ол үшін мен шығып кеткен жоқпын негізінде. Мене бір программа шығып кетті, және де сол программа жауып тастау керек болды. Сол үшін ал шығып кеттім ал. Блин, слизиндер адам нервно тиеді енді, конечно, да. Давайте өлтіріп тастайық оны. Давайте. Апа, өлді. Блин, тағы біреуге жатыр. Давайте тез диск салып алайық. Блин, давай, мышка, бо. Көмектес, достым. Ай, блин, достым. Мен мышкамның кейсінен ғой, бәрі, ё-моё, мышка ғой. Мышкам керім болғанда ғой, ё-моё. Мышкам просто тормозит деді жаман. О, болды үйімізде кішкене бар, несі бар екен. Так, пол жасабайық нормальный. Нормальный пол болсын, адам құсап. Қазір ковеса жасаймыз. Неге жасап отырмын, пол түсініктен жоқ. Әйтеуір пол мен әйтеуір бәрін әдемі тұрғанын қалаймын енді. Қазір автоматически ғой, достар, уже сразу полға кірісіп отырмын. Және де осы құтақанда үй жасадық. Так, верстакты қойып тастайық мына жерге. Тағы да не жасаймыз, тұтаңыздар. Мындай жасайық. Не екенін білесіздер ма? Бұл артта тұратын, короче, не фон. О, міне осылай фон тұрады, өйстіп артын жабу үшін. Бірақ артынан ешкім кіре алмайды, по-любому ойлап қорықпаңыздар. Просто ғой, әдемілік үшін ғой. Әдемілік үшін ғой бәрі. Үй сияқты болып тұру үшін ғой. На самом деле ешкім кіре алмайды артық жақтан. Или кіре ала ма, білмеймін ал. Қазіргі обновлениеде білмеймін ал, кіре алмайды шығар қайда. Нереально сияқты ол. Ева кімді күшті өлтіріп отыр, бәрін қиратып отыр ал. Ал давайте біз не жасабайық. Деревянный стол дейді. Так, қандай керек заттар бар бізге? Бізге керек зат факел ғой. Факел жасабайық. Так, 0 факел. 1 факел мұнда қойып тастайық. Артқа көрдіңіздер асырын, логикасы керем екен. Үйдің ішінен тұрып сыртқа қойып тастадық. Логика да керем бұл ойында. Какой Майнкрафт сияқты. Оны аш, бәрін қиып, как будто мен қандай болдым бәрін. Рахмет, достым, бәрін почти ультруге қалғанына. Давай, кір, давай, кір. Кайл. Так, я здесь, чтобы дать тебе совет о том, что делать дальше. Советую обращаться ко мне всякий раз, когда у тебя возникнут трудности. Фу-фу-фу, изготовление, идите, прикиньте. Тоқтаңыздар. Костер жасауға, прикиньте. Давайте костер нажева қойып, қызық үшін. Сосын, тағы да не жасауға. Помощь, дейді. Под землей можно найти хрустальное сердце, которое увеличит максимальное количество здоровья. Их можно разбить киркой, дейді. Я көріп тұрғаныңыздай, мыналардың кішкене көмегі бар екен, реально. Көмегі жоқ деп ойласам. Давайте лук жасап алайық. Меч жасап алайық керек бат. Блин, нешін жасап алайық, мештердің бәрі онша емес қой. Тұтаңыздар. Так. Және де, достар, мұндай жасап алу керек бат. Мұндайлар обязательно керек бат бізге. Бірдеңе көтерілу үшін ертең скором времени керек бат. Так что дайындап қойып бәрін уже. Садақтар жасап қойық. 25 штугын. Садаққа атамыз ғой. Және де, досым қаяқ етіп қалдым. Давайте стол қойып. Және Кайлға да жасайық. Кайлығымыз бірге отамыз қой. Мәш, былай отамыз да. Тұтаңыздар. Кайлығымызға стол керек.
Так, осылай тұрады. Так, сосын екінші стол. Так. Қай осы тұрады екен, местоположениесін былай ма? Жақсы, бля, что-то түсінбей қалдым. Жоқ, былай қояды ау, достар. Тоқтаңыздар. Түсінбей қалдым. Тоқтаңыздар. Былай қояды ау. Бәсе. Логика, достар. Қазір тағы да не бар? Мындай жасау керек еще, достар. Мындай керек болады тоже. Броня жасамаймын мен. Броня. Мындай броняны бірақ жасақ қойықшы, жақсы. Қызық үшін жасабайықшы, жақсы. Әйтеу құттай болсын қорғайды, әйтеу құттай болсын қорғайды, жасақ қойықшы. На всякий случай жасақ қойық. Опа. На всякий случай броня жасақ қойық. Болды броня. Бізде бүкіл деревянный өк біттік. Өзімізде деревянный, үйімізде деревянный. Так, давайте өлтірсек. Опа. Өйстіп бірінші түнде давайте шыдауға тырсайық. Опанай ғой құрсын. Слизняктар пока что тек қана. Әлі зомбилар шыққан жоқ, достар. Құрсын 51 жизнь менде. Өлем мен қазір. Бұл ойында айтпақшы, сосын не? Тамақ жеп керек емес, то есть голод жоқ бұл ойында. Бұл ойында спокойно жүре беруге болады. Тамақ жемей, ештеңе жемей Майнкрафтқа қарағанда. Мында просто тек самый главный тек лекарстволарды алып тұру керексің болды. То есть типа жизнь көбейту үшін там бірдеңелерді ішу керексің. Және де жизнь өзі асықпай көбейеді сияқты. Өзі де асықпай. Сосын мына гриптарды қолдануға болады. Гриптар. Звезда, достар, звезда. Опа, звезда. Давайте бір зомбимен қырылып көрейік, қызық үшін. Опа, давай. Құрсын көріп тұрғаныңыздай, мына меш вообще өткір емес, өлтіріп болмайды да. Жоптек, давайте жоқ. Давай, өлтір. Опа. Кайл, өлтіршеш. Мен наумен өлтір алмаймын ғой. Давай. Жап. Жауып садық достар. Ё-моё, экшен болып көтті ғой, достар. Садақ па тек біз. Бізде оқ бар екен ғой айтпақшы. Опа. Көз атайық. Көздер страшно, осылар жының кетмен. Бірақ мұнан бәрі фигня, достар. Алда ше, одан да страшнылар болады. Если төменге түсетін болсан, Майнкрафтқа қарағанда страшно қиын ойын неге шын айтайын, достар. Олай қарасаң ойын-ойынды ойлайсыздар ғой, бірақ ё-моё, жаман қиын ойын. Анда босстар болады, мына ойында ё-моё, страшно ұрылады бар. Ё-моё, оларды өлтіру кәдім қырғын сағат алады. Короче, менде неше оқ қалды? 10 оқ қалды. Давайте өлтірсек надо. Давайте. Құрсын, не үшін аштым мен? Үшеу екен ғой. Ё-моё, достар. Опа. Ё-моё, өліп қалдық, достар. Үйіміз тауылады. Бірақ бұл ойын немес. Майнкрафт сияқты қайтадан тіріліп кетесің ғой. Так, тірі қалмадық, енді өліп қалдық. Менің есімнен бәрі бекер есік аштым. Так, давайте, бір жерден шықтық. Үйіміздің қасынан шыққан сияқтымыз, достар. Үйіміздің қасымыздан шықтық. Давайте, үй құрсын. Мә құрсын. Ё-моё. Так. Опа. Ема, Кайлды құтқару керек, достар. Кайл өліп жатыр, достар. Кайл, давай, кір, давай. Давай, достым, кір үйге. Ол кіргісі келмейді сияқты, ол экшен күтіп тұр. Оған вообще пофиг. Вообще. Так, көз. Кіршеш, Кайл, маған атып отсың ба, не істеп жатсың? Ух ты. Көзді қараңыздар. Қазір киркамен қырып тастаймын мен оны. Опа, өл. Давай, кір, Кайл, давай, кір, кіршеш. Все, болды, демал, Кайл. Жарайды, ашпа есіктерді. Бұлқып қамыз біз кәтағада. Өлгің бітіп тұрған жоқпын. Так, давайте бізде 29 жизнь, давайте жек көрейік. Алтын аламыз да. Опа, 49, 50, 51. Так, 53. Көтеліп атчалап жизніміз. Бәрі жақсы болды. Ал бірінші үйіқті менің гробым жатыр, достар, алып тастайық құрсын. Өйстіп гроб тастап кетеді. Гроб қалып қойды, өйстіп. Көріпсіздер, Кайлда есікті ашпайды сияқты, біз мен ашпасам вроде. Ол енді қызық жасаған, енді ол логично жасаған, достар. Біз осылай ол керек сияқты ойындар, реально. Типа, мен ашпасам, ол да ашпау керек есік. А то нервымызға тиіп бастайды ол. Давайте мына өлтіртпек бірінші. Мына опанай сияқты. Опа, өлтіріп тастадық. Давайте мына яқты өлтіртпек. Достар, просто мен қырылғым келіп тұр, үйде отпейтін шығармыз. Давайте. Ё-моё, достар. Давайте өйстіп жайлап өлтіртпек, өйстіп.
Біз енді как өйстіп жайлап өтіп тастаймыз қазір. Давайте өліңдер, давайте. Зомбилар епті. О, өтіп тұдық, бәрін қираттыдық. Бәрін қираттық, достар. Көрдіңдер ғой, кімдер король екен, көрдіңіздер ғой. Мен орманның бастығымын, көріп тұрғаныңыздай, сразу бірінші күні сразу уже сендерін айырып атым сендерді уже. Давайте кір. Скоро, достар, мен үйім кәдімгідей королевство болады, так что дайын болыңдар бәріне. Енді бәрі сіздердің қолдауларыңыздың арқасында, егер де поддержка көп болса, мен террарияны көп түсіруге тырысамын. Білесіздер ғой, достар, бәрі тек сіздердің арқасында ғой, бәрі тек сіздердің қолдауларыңыздың арқасында тек любой зат түсіремін. Енді қазір түн енді пока біткен жоқ, енді бірақ қазір күтейік, давай до конца біткен түні. Ой, ұрсын. Ё-моё, бекер секірдім, давайте кіріп кетейікші ішке. Керек емес аумен қырылып. Достар, енді болды, қызық болмайды сияқты ешқандай. Жоқ, зомбиге жатыр, қызық бітпейді деп тұрған ағар. Та, мен оқ жасай аламын ба тағы да? Садақ. Так. Бізге бір шама ресурстар керек, достар. Алпыс бір, 48 ал, 36. Зомбилар өлтірген кезде ақша шығады, достар, және де монета шығады, қандай болсын. Сол үшін пайдасы бар олардың өлтіргенін. Бірақ Майнкрафтта да тоже сондай пайдасы да бар ғой, тоже Майнкрафтта да пайдасы бар. Мынаяқта да пайдасы. Ух ты, қараңыздар. Демонический глаз дейді. Простой, демонический глаз. Басқаша екен кішкене, вообще опасно сияқты меніңше. Или бір деймі оларда. Так. Жо, надо 89 жизнь, надо 120 жизнь, надо кішкене өліп болмайтын түрі ғой. Солай сияқты меніңше. Мен анама қырылып көрген жоқпын ал. Бір жет көріп тұрмын андай, достар. Баяда болмаған сияқты ондайлар. Мен что-то первый раз вижу. Ё-моё, что-то өлтіріпсек, давайте. Опа. Болды, давайте. Ё-моё, тәртен басталмай отыр ғой, достар. Бірақ почти тәртен болып қалған сияқты уже. Кетеді олар, көріп тұрғаныңыздай. Кету керек. Опа. Ух ты, құрсын. Кайл қашып кеттің ба не? Ё-моё, өтіп тұт біз, достар. Кайл қашты енді. Кайл қорқып кетті. Мен бәрі менің есімнен, достар, мен қайтадан ескі аштым. Көтім құшып не істей бердім ғой, қайта өзімді өзім өлтіре бердім ғой. Бұл ойында бесконечный өлмейсің ғой, бір жақсы. Хардкормен ойнап жатқан жоқпын ғой. Так что можно, да, өле беруге. Так. Чисто для веселюхи ойнап жатырмын ғой, достар. Чисто для интереса ойнап жатырмын ғой. Опа. Давайте ескі жауып тастайық. Опа, бір есік қалды. Так, Кайл, давай кірішке. Ё-моё, қараңыздар, кімге атқан қараңыздар. Өлтіртек. Ух ты. Вау. Біреумен өлтіртек қана. Кайл. Кайл, өлтіреді ғой сені қазір. Шыда, Кайл. Кайл өледі қазір. Шықшы. Кет, Кайл көмтісек. Кайл, өлесің сен қазір. Ё-моё, не адамдар. Ё-моё, өлеміз қо. Кайл тірі, прикиньте, достар. Кеткен сияқты ғой зомбилар, достар. Бүгіндікке мен өзін 3 рет өлдім, 3 рет па, 4 рет па, достар. Көріп тұрсыздар ғой. Террарияда тоже қиын ойын. Отырмайтын болсаңыздар, үйде осындай болады. Енді менде просто броня да жоқ, дұрыс оружие да жоқ, соң кесінен шығар бір жағынан. Это броня, оружие бәрі болғаннан кейін оңай болып кетеді. Ё-моё, 40 ақша жатыр. Мен ақшаларым ғой. Кешіріңіздер. Ё-моё, Кайл уже өліп жатыр, достар, болды біз. Кайл шаршаған шығар. Бізде уже гробтар толтырып алдық, ема, достар. Ё-моё. Ескі сындыра алмайды сияқты олар вроде, да? Давайте до конца күтсек, түнді ойнап тастайық, до конца шыдап тастайық түнді. Енді айттым ғой түнді шыдаймыз деп, шыдап тастайық енді түнді. Түн бірақ ұзақ болып кетті, достар, реально шын айтайын. Түн мұндай ұзақ болады деп ойлаған жоқпын. Баяда тез болатын сияқты. Или ұзақ қылдырып жүрдім түнді, білмеймін ал. Осындай ұзақ болып тұр енді. Қарауға болмай екен мұндай хотя бы. Қашан бастады тәртен. Жоқ, қарай алмайды екенсің.
Жайлап жарық болып жатқан сияқты достар. Че-то мен қырылатын желанием да жоқ олар өзіме, потому что менде броняда жоқ. Және де Кайл өліп жатыр. Кайл өлтіріп бәріміз құрсын қазір. Байғұсты. Өлмесін Кайл. Кайл нормально тірі қалсын. Біз өлсек те Кайл өлмесін шал. Ал Кайл мен досым болады, енді өйстіп көмектесіп тұратын шығар бізге бірдеңе деді. Опа. Өйстіп арасында бірдеңелер оқып тұрамыз енді. Опа. Иә достар, үйіміз енді құтақандай енді, бірақ все болды, кетті достар. Все. Ал, все болды ба достар. Таңертең басталды. Кайл шайверіне бот уже. Так, на группты алып тастайық. Ешқандай өлмеген боламыз. Давайте. Алысқа қойып қойықшы, либо мына жаққа қойып қойық достар. Осы жерге қойып тастайық. Сосын да мына жерге қойып тастайық. Үйімізде жатпасын ешқандай нелер, могилалар жатпасын үйімізде. Ал достар, бүгін осымен аяқтайтын боламыз. Ал сіздерге ұнаса, обязательно лайктарыңызды басыңыздар, ардына тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Нұрлан Қаламов. Және де достар, мен Instagram парақшама обязательно тіркеліңіздер. Ссылкасы описанияда, және де ВКонтактені ұмытпаңыздар. Короче, достар, бүкіл ссылкалердің бәрі астында. Мен социальный сеттеріме, егер де сіздер жаңалықты білгілерін келсе, мысалы каналда қашан шығады видео, және де мен фотоларымды қарағыларың келсе, мысалы, бір қызық болса сіздерге, іштерім пысса қарауларыңызға болады. Енді осымен бірінші серия аяқталды. Енді келесі серияны сіздер күтетін шығар деп ойлаймын. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын террария. Ал осымен аяқтаймын ал. Келесі кездескенше ал. Давайте.